Good day students, how are you? Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып People's Book кітабындағы 112 және 113-ші беттердегі тақырыптарды өтетін боламыз. Бірінші бізде Our Word тақырыбындағы exercise number 30, 30-ші жаттығуды орындайық. Read and underline, then listen and check дейді. Оқы және астынсыз дейді, яғни қарамен берілген екі сөздің бізде біреуі дұрыс, соның астын сызып жазып алуымыз қажет. Кейін тыңда дейді. Тыңдап тексер дейді. Яғни мәтінді. Оқушылар ендеше мәтінді бірге оқып, аударайық және де қарамен берілген сөздердің қайсысы дұрыс екенін жазып алайық. Do you like learning about space life дейді. Сен ғарыш өмірі жайлы үйренгенді ұнатасың ба дейді. Then you have to visit the Байқоңыр Космодром Museum. Ендеше сен Байқоңырдағы ғарыш айлағы музейіне баруың тиіс дейді. Learn about the life of болады бұл жерде оқушылар cosmonauts in space and see space suits, helmets and other things that they used. Ғарышкерлердің өмірлері жайлы ғарыштағы, яғни ғарышкерлердің өмірлері жайлы үйренесің дейді, және де олардың ғарыш киімдерін, бас киімдерін және де басқа нәрселерді қолданып көресің дейді. Онда Outside the museum, you can use a full-size model of spaceship Soyuz and shuttle Buran дейді. Музейдің сыртынан сен толық модельді, яғни толық пішіндегі spaceship, яғни ғарыш кемесін көресің дейді. Союз деп аталатын және де shuttle Буранды көре аласың дейді. You can even explore inside space shuttle Buran, go up the stairs to the pilot's cabin to take control of the spaceship. Яғни бұл жерде explore және де of деген сөзді жазамыз. Яғни to explore емес, тек қана explore сөзі болады. Сен сонымен қатар кеменің ішіндегі шаттл Буран деп аталатын ішін зерттей аласың және де сен жоғарыға көтеріліп ұшқыштың кабинасын, яғни ғарыш кемесін басқаратын кабинасына бара аласың дейді, көре аласың дейді. Don't forget to visit the houses of Королев and Гагарин and see where famous cosmonauts lived. Королев және Гагарин атты атақты космонавт, яғни ғарышкерлердің үйіне баруды ұмытпа дейді. Енді келесі мәтінді оқиық оқушылар. Visit the National Space Center in England and see one of the largest planetariums in the UK дейді. Англияда орналасқан ұлттық ғарыш орталығына бар дейді, және де онда бірден бір үлкен планетариумдар бар дейді Ұлыбританияда. There are so many exciting things to see and do here дейді. Онда саған қызықты нәрселер көп дейді көретін. You can start at the planetarium, walk through the gallery and stop off at Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Сен планетариумнан бастап галерея арқылы жүріп, сен Меркурийге, Шолпан, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және де Нептун планеталарына тоқтайсың дейді, яғни тоқтай аласың дейді. Take time to drive a car on Mars and even see Venus in 3D before you leave. Remember to take a photo that makes you look like an alien дейді. Марсқа көлік алуды ұмытпа дейді, көлікпен баруды және де сонымен қатар Венус, яғни Венера, қазақша Шолпан планетасын 3D форматында көре аласың дейді. Және де соңында өзіңді өзге ғаламшарлық ретінде түсіретін фотоны, яғни суретті алуды ұмытпа дейді. Келесі енді бізде оқушылар 113-ші беттегі чекпоинт тапсырмаларын бірге орындайық. Exercise number 1. Бірінші жаттығу read and number. Бірінші көріп тұрғандарыңыздай space station, ол бізде ғарыш станциясы, яғни A суретінде көрсетілген, нөлде жазылған. Бірінші енді rocket ол бізде ракета.
яғни зымыран қазақшасы ол и суретінде тұр. Келесі екінші астронаут. Астронаут ол бізде ғарышкер, яғни си суретінде көрсетілген. Үшінші planet, планета, ол бізде би суретінде тұр. Төртінші space suit. Space suit ол бізде ғарышкерлер киетін киім ди суретінде тұр. Соңғы бесінші comet ол бізде F суретінде көрсетілген. Келесі екінші to exercise number 2. Look, choose and complete the sentences. Қара, таңда және сөйлемдерді толықтыр деген. Жоғарыда тұрған дұрыс сөзді таңдап, суретте көрсетілген нәрселермен біз сөйлем құрамыз қажет. Мысалға, нөлде тұр. Mike is going fishing. Mike, яғни fishing ол бізде балық аулауға барайын деп жатыр деген. Бірінші Jill, ол бізді көріп тұрғандарыңыздай чемодан жинап жатыр. Ол бізде pack suitcase сөзі болады. Яғни Jill is going to pack suitcase деп жазамыз. Екінші John is going hiking деп жазамыз. Үшінші David and Jane are going to buy souvenirs. Яғни David and Jane кәдесыйлар сатып алуға бармақшы деген. Төртінші Kate and Paul are going sightseeing. Kate және Paul әдемі жерлерді, яғни көрікті жерлерді көруге бармақшы деген. Бесінші Emma is going swimming. Яғни Emma не істейін деп жатыр дейді, суға, яғни түсейін деп жатыр, шомылайын деп жатыр дейді. Келесі exercise number 3. Read and choose the best answer. Оқы және керемет, яғни дұрыс жауапты таңда деген. Best деген ол бізде самый лучший деген, яғни ең жақсысы деген аударылады қазақша. Ендеше диалогты бірінші оқып аударайық басынан. Hi Tom, what are you doing this weekend? Сәлем Том, сен осы демалыста не істемекшісің дейді. I am going fishing. Мен балық аулауға бармақшымын дейді. That sounds like fun. Where are you going? Бұл керемет естіледі ғой деген, яғни бұл керемет қой деген мағынада. Сен қайда бармақшысың дейді. Том, бұл жерде енді дұрыс жауапты іздейік астынан. Бұл жерде оқушыға қарап тұрсақ, би жауабында дұрыс жауап тұр. Себебі көлдің атын айтқан. Two white waters lake дейді. Яғни бұл жерде white waters деген көлдің атауы. Яғни ақ су деп аударылып тұр қазақшаға. Келесі қарайық, Роберт жауап береді. When are you leaving? Сен қашан бармақшысың дейді. Яғни қай күнін сұрап тұр. This Friday afternoon болады бұл жерде и жауап, яғни осы аптаның 5-ші күні, яғни жұма күні күндіз, яғни afternoon деген ол бізде түстен кейінгі уақытты айтамыз. Келесі сұрақ қояды. Robert, are you taking the bus? Яғни сен автобуспен бармақшысың ба деген. Бұл жерде ди жауабы болады. No, my brother is driving. Яғни менің ағам көлік жүргізеді деген. Can I come too? Мен де барсам бола ма дейді. A жауабында yes, of course деп жауап берген. Дәл осылай, яғни рет-ретімен қойып шығуды ұмытпаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, see you next lesson. Goodbye, students.